Деструктивті діни ағымдар мен дәстүрлі діннің айырмашылығы неде? Экстремистік ұйымдардың шырмауынан қалай сақтану керек? Алматыда Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің ұйымдастыруымен өзекті мәселеге арналған 2 күндік семинар өтті. Университеттің дәріс залына 100-ге жуық жас жиналды. Олардың дені әлі де болса оң солын тани қоймаған бозбала мен бойжеткендер. Семинардың мақсаты жастардың бойында экстремизмге қарсы сананы қалыптастыру, олардың азаматтық жауапкершілігін арттыру. Жалпы семинар өзі 2 күндік әр қалада болып жатыр. Оның негізгі мақсаттарын бір ақпаратты талдауға үйрету, интернет, ғаламтор кеңістігінде беріліп жатқан көптеген ақпарат тексеру, және де біздің қоғамда осындай ауыр дерттен құтқаруға жастарды жұмылдыру болып табылады. Белгілі блогер Яков Федоров медиа кеңістікте пайда болған әртүрлі желілердің жастардың санасын қалай жаулап алатынын түсіндірді. Радикалды көзқарастарға қарсы тұрудың жолдарын айтты. Дінтанушылар конгресінің сарапшысы Мейрам Иманбаев та құнды кеңестерімен бөлісті. Дін туралы дұрыс түсінік қалыптастыру. Сонымен қатар деструктивті және дәстүрлі дін ағымдарын ажырату. Осы семинар өте пайдалы болып тұр, өйткені жастар арасында діни сауаттылық көтеріледі. Семинар аясында Қазақстан Without Extremism республикалық байқауы басталды. Әлеуметтік желіде діни экстремизмге қарсы маңызды пост жариялап, ұшқыр ойларымен ерекшеленген еріктілер қозғалысы және үздік акция авторлары бағалы сыйлықпен марапатталады. Ұлан Нарынбек, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматыдан.